Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 107-ші сабақ тақырыбы 2 немесе 3 амалдан тұратын санды өрнектерді салыстыру. Бірінші есеп, есептемей-ақ салыстыр. Есептемей қалай салыстырамыз? Бізде берілген 1 7 көбейту 4 қосу 53, 4 көбейту 7 қосу 42. Яғни бұл жерде 7 мен көбейту 4 және 4 көбейту 7 екеуінің мәндері 1 шығады. Яғни көбейткіштердің орнына ауысқанмен мәні 1 болады. Бұл жерде біз салыстырамыз, есептемей тек 53 пен 42-ні салыстырамыз. Яғни 53 42-ден үлкен болды. Оғандықтан бізде сол жақтағымыз артық болады, үлкен болады. Ары қарай сол жағымызда көбейту 5, оң жағымызда да көбейту 5 бар. Яғни ол тең болады. Одан кейін көбейту, жақшаның сыртында көбейту 1, бөлу 1 бар. Бұл жерде мән бермейміз. Бір санын қандай санға көбейтсен де, бөлсен де сол сан шығады. Бұл жерде біз ауызша есептемей қалай ауызша шығарамыз, яғни жақшаның ішін шығарамыз. Бұл жерде біз мән беретіміз жақша ішіндегі есептер. Яғни 8-ден 6-ны алғанда бізде 2 шығады, 8-ден 5-ті азайтқанда 3 шығады. Әрине бізде 3 үлкен болады, яғни оң жақтағы есеп үлкен. Ары қарай қалай есептемей салыстырамыз, яғни 59 сол жағымызда бар, оң жағымызда да бар. Одан кейін азайту 7 сол жағымызда бар, оң жағымызда да азайту 7 бар. Бұл жерде мән беретіміз 12 мен 13-ті салыстырсақ, бізде әрине 13 үлкен болады. Яғни оң жақтағы есебіміз үлкен. Ары қарай жақшаның ішіндегі 3 қосу 0, 0 қосу 3 екеуі тең болады. Яғни қосылғыштардың орнына ауыстырсақ та сол мән шығады. Бөлу бар екеуінде де. Енді бұл жерде мән беретіміз 6 бар. Яғни 2 мен 3-ті салыстырамыз. Әрине бізде 3 үлкен болады. Яғни оң жақтағы есеп үлкен. Екінші есеп, теңдіктер мен теңсіздіктер тура болатындай етіп бос төркөздерге тиісті сандарды қой. Ең алдымен оң жағын шығарып аламыз. Яғни жақша болмаса балалар ең алдымен көбейту және бөлу амалдарын орындаймыз. 36-ны 4-ке бөлгенде 9 шығады, 9-дан 3-ті азайтқанда 6 шығады. Яғни 6 оң жақтағы есептен үлкен болу керек. 36-ны енді қандай санға бөлеміз? 9-ға бөлсек болады үлкен санға. 9-ға бөлсек 4 шығады, 4-тен 3-ті азайтқанда 1 шығады. 6 1-ден үлкен. Ары қарай бірінші оң жағын шығарып алайық. 3-ті 8-ге көбейткенде 24 шығады, 24-ге 53-ті қосқанда 77 шығады. Яғни 77 сол жақта есептен кіші болу керек. Ол үшін 8 емес, одан үлкен, яғни 9-ды қоямыз. 9 көбейту 4 бізде 36 шығады. 36-ға 53 қосқанда 89. Сонда 89 77-ден үлкен болады. Келесі есеп. Сол жағын шығарып аламыз. 4-ке 6 көбейткенде 24. 24-ке 36 қосқанда 60 шығады. Бұл жерде есеп, екі жақта есеп тең болу керек. Ол үшін 60-тан 36-ны азайтқанда 24, яғни 3-ке қандай санды көбейткенде 24 шығады. Сонда 8-ді, 8-ге 3-ті көбейтсек 24, 24-ке 36 қосқанда 60 тең болады. Келесі есепте оң жағын шығарып аламыз. 45-ті бөлеміз 5-ке, 9 шығады. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 шығады. Шыққан сан 5 сол жақтан үлкен болу керек. Ол үшін не істейміз? Яғни 5-тен үлкен санды бөлеміз. 45-ті 9-ға бөлсек 5 шығады, 5-тен 4 азайтқанда 1 шығады. Сонда 1 кіші 5-тен болады. Үшінші есеп, есепті шығар. Әкем орам сымнан әр қайсысының ұзындығы 8 дециметр болатындай етіп 5 рет қиып алды. Сонда орамда 15 дециметр сым қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған еді? Орам сымнан әр қайсы 8 дециметрден 5 рет қиып алғаны, мынау қалғаны 15 дециметр.
барлығы әуелде қанша дециметр болған еді. Енді оны табу үшін мына жерде әрқайсысы 8 дециметр 5 реттен, яғни 8 дециметрді 5-ке көбейтеміз, 40 дециметр шығады. Осы 40 дециметрге қалған 15 дециметрді қосамыз, тең 55 дециметр шығады. Сонда жауабы алғашында орамда 55 дециметр сым болған еді. Төртінші есеп. Бос тор көздің орнына тиісті санды қой. Алдымен 10 жағын шығарып аламыз. Бұл жерде еміш көбейту амалы орындалады. 6-ға 3-ті көбейткенде 18, 18-ге 6 қосқанда 24 шығады. Енді 6-ға қандай санды көбейткенде 24 шығады? 4-ті, яғни 6-ға 4-ті көбейткенде 24 шығады. 24 пен 24 бізде тең. Келесі есеп. 9-ға 3-ті көбейтеміз, 27 шығады. Енді 10 жағында 8-ге 3 көбейткенде 24, 24-ге қандай санды қосқанда бізде 27 шығады. Яғни 3-ті қоссақ 27 шығады. 27 екеуі тең болады. Ары қарай 6-ны бөлеміз 2-ге. 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Енді мына жерде қандай санды бөлсек бізде 3 шығады. Яғни 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады, екеуі тең болады. Мына жерде сол жағын шығарып аламыз, 10 жағын. 27-ден 3-ті азайтқанда 24 шығады. Енді қандай санды 3-ке көбейтсек 24 шығады. Яғни 8-ді 8-ге 3-ті көбейткенде 24, екеуі тең болады. Бесінші есеп. Есепті шығар. Бір жылдың ішінде 2 омартадан 64 килограмм бал жиналды. Олардың бірінен 36 килограмм бал алынды, ал қалғаны екінші омартадан алынды. Бір омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм бал артық жиналды? Ең алдымен шартын құрып аламыз. Бірінші омартадан 36 килограмм жинады. Екінші омартадан белгісіз. Барлығы 2 омартадан 64 килограмм жиналды. Енді бірінші омарта екінші омартаға қарағанда қанша килограмм артық жинады? Шешуі ең алдымен 64-тен азайтамыз 36-ны, тең 28 килограмм. Бұл екінші омартаның салмағы. Енді айырмашылығын табамыз. 36 килограммнан азайтамыз 28 килограммды. Бізде шығады 8 килограмм. Сонда жауабы бірінші омарта екінші омартаға қарағанда 8 килограмм бал артық жиналды. Алтыншы есеп, салыстыр. Алтыншы есеп. 4 литр, 7 литр. Яғни 4 литр, 7 литрден кіші. Міндерде 2 метр, 2 дециметр. Яғни метр үлкен болады дециметрден. Одан кейін 3 дециметр 13 сантиметр. Бұл жерде де дециметр үлкен болады. 7 метр 69 дециметр, яғни метр дециметрден үлкен. Одан кейін 5 метр 3 дециметр 50 дециметр, яғни метр үлкен болады. 2 дециметр 4 сантиметр дегеніміз 24 сантиметр, екеуі тең болады. Жетінші есеп, есептемей-ақ салыстыр. Жетінші есеп, есептемей салыстыр, яғни алдыңғы есептегідей. Бұл жерде 24 қосу 49, 49 қосу 24, екеуінде 1 шығады шешуі. Енді азайту 5, мұнда азайту 6, яғни 5 кіші болғандықтан сол жақтағымыз артық болады. Одан кейін жақшаның ішінде 32 азайту 29, 10 жақта да 32 азайту 29, бірдей көбейту 3, көбейту 3 бірдей, одан кейін көбейту 3, бөлу 3, әрине көбейту үлкен болады. Одан кейін 3 көбейту 5, 5 көбейту 3, яғни бұл жерде көбейткіштердің орны ауысқандықтан мәні бірдей болады. Бөлу екеуінде де жақшаның ішінде 4 қосу 1, 10 жағымызда 1 қосу 4, яғни қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Сол себепті екеуі тең болады.
8-ші есеп ойланып тап. Сары түсті жолақшалардағы сандармен жасырынған сөздерді оқы. Ол үшін әрбір санды кестедегі сандардың көбейтіндісінің мәнімен алмастыр. Мысалы, 5 көбейту 1 тең 5 әр қатар мен бағанның қиылысындағы көбейтіндінің мәніне сәйкес әріпті табамыз. Ол Т әрпі. 8-ші есепте балалар орында 5 шығу үшін қай сан мен қай санды көбейтеміз. Яғни 5-ке 1-ді көбейткенде 5 шығады. Міне Т әрпі. Т-ны жазамыз. Одан кейін 10. 10 шығу үшін қай санды көбейтеміз. 5 пен 2-ні көбейткенде А шығады. Міне А. Одан кейін 12 шығу үшін қай сандарды көбейтеміз. 6 мен 2 сандарын көбейтеміз. Оның қиылысқаны тұсында Б әрпі. Б-ны жазамыз. Одан кейін 24. 20 қай сандарды көбейткенде 24 шығады. 6-ға 4-ті көбейткенде 24 шығады. И әрпі шығады. Одан кейін 25 қай сандарды көбейткенде 25 болады. 5 пен 5-ті көбейткенде 25 Ға әрпін жазамыз. Одан кейін 10. 5 пен 2-ні көбейткенде А әрпін жазамыз. Одан кейін 5. 5-ке 1-ді көбейткенде Т әрпін жазамыз. Тағы да 5 Т әрпін жазамыз. Одан кейін 15. 5-ке 3-ті көбейткенде 15. Қиылысқан тұсында А әрпі бар. Сонда балалар табиғат Т деген сөз шығады. Екінші 10 болу үшін 5-ке 2-ні көбейтеміз. А әрпін жазамыз. Одан кейін 6. 6-ға 1-ді көбейткенде Я әрпі шығады. Одан кейін 20. Л. 5-ке 4-ді көбейтеміз. Л әрпі шығады. Одан кейін 10. 5-ке 2-ні көбейткенде А-ны жазамыз. 30. 30 шығу үшін 6-ны 5-ке көбейтеміз. Сонда қысқа И әрпі шығады. 15. 5-ке 3-ті көбейтеміз. А әрпі шығады. 18 шығу үшін біз 6-ны 3-ке көбейтеміз. Қ әрпі шығады. Сонда балалар табиғатты аялайық деген сөз шығады. Дұрыс айтылған. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ары қарайда күнделікті сабақтар шығып отырады. Каналды қарап отырыңыздар. Сау болыңдар балалар.